Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Менің каналыма қош келдіңіздер. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеле кетіңіз. Бүгін сіздермен шығыс тәттісі пирогын дайындайтын боламыз. Сыртынан қарағанда қарапайым болғанымен өте дәмді пирог жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызға шым-шым тұз бен қамыр қопсықыш салып араластырамыз. Үстіне 2 жұмыртқаның сарысын, бөлме температурасындағы сары майды және қаймақты салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін целлофанға салып 10 минутқа қойып қоямыз. Ортасына салуға кепкен өрік пен грек жаңғағын ұсақтап турап аламыз. Одан соң барлығын бір ыдысқа салып араластырамыз. Енді жұмыртқаның ақуызын осылай миксерлейтін боламыз. Кішкене көпіргеннен кейін құмшекерді бөліп саламыз. Бұл жерде 3 жұмыртқаның ақуызы алынған, ал сарыуыздарының екеуін қамырымызға, біреуін бетіне жағуға алып қоямыз. Бізде осындай көтерілген үлпілдек масса болуы керек. 10 минут өткеннен кейін қамырымызды екіге бөлеміз. Кішкентай бөлігін алып қоямыз бетіне жабу үшін, ал астына қоятын үлкен бөлігін жайып аламыз. Жайып алған соң формамызға орналастырамыз. Одан соң дайындап қойған жаңғақтарымыз бен тәттілерімізді осында салып тегістеп басып шығамыз. Одан соң үстіне ақуызымызды саламыз және оны да бетін тегістейміз. Алып қалған қамырдың кішкентай бөлігін жұқалап жайып, одан кейін пирогымыздың бетін жабатын боламыз. Жақсылап екі қамырды бір-біріне біріктіру қажет. Одан соң үстіне алып қалған бір жұмыртқаның сарысын жағамыз. Одан кейін үстіне кунжут сеуіп 180 градусқа 40 минутқа жібереміз. Мінекей осымен пирогымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін, ас болсын.